Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Гаухар. Бүгін үй жағдайында ерекше дәмді творог қосылған шоколадты пирогты жасаймыз. Видеоны соңына дейін қараймыз. Алдымен қамырын жасап аламыз. Ол үшін бізде 60%-дан жоғары май қажет болады. Менде видеода көріп тұрғаныңыздағыдай, менде станичная майы барлық құрғақ ингредиенттерді, яғни ұн, қопсытқыш, какаоны осылай қосып, жақсылатып ұнтақ бөлшектермен осылай қолымызбен жасап аламыз. Одан кейін белгілі мөлшердегі қантымызды қосамыз, 40 грамм қаймақ қосамыз. Қыздар, егер де сізде қаймақ болмаса, қаймақтың орнына майды да қоссаңыз болады. Осылай жұмыртқамен енді жақсылап барлығын бірден осылай біркелкі етіп қолымызбен араластырамыз. Бізде жұмсақ песочный сияқты тесто пайда болады. Енді дайын болған қамырды пакетке салып 5-10 минут тындыруға алып қоямыз. Оған дейін арасына қосатын салмамызды жасаймыз. Ол үшін бізге 9%-ді майлығы, яғни 9%-ді творог қажет болады. Оған 2 жұмыртқаны, қантты, 1 ас қасық жүгері крахмалын қосамыз. Міндетті түрде қыздар жүгері крахмалын қосу керек. Сол кезде крахмалдың дәмі шықпайтын болады. Одан кейін блендермен жақсылатып барлығын біркелкі етіп осылай езіп алып, бізде осындай өте әдемі масса пайда болады. Енді дайын болған қамырымызды 2 бөлікке бөлеміз. Біреуі бізде бетін әрлеу үшін қажет болады. Екінші бөлігін осылай оқтаумен әдемілетіп, біркелкі етіп жайып алатын боламыз. Пешімізді осы кезден бастап 180 градусқа қойып, жаймен деп қыздырып бастасақ болады. Форманың диаметрі менде 24, 26-ны да қыздар қолдануға болады. Әдемілетіп бортиктарын шығарып осылай жайғаннан кейін, енді дайын болған салмамызды бетіне құйып, жан-жағына осылай біртекті етіп жайып, бетін де әрлеп шығатын боламыз. Мана қалған екінші бөлігін осылай жіңішкелі етіп жайып, осындай полоскаларымыз жайып әрлеп шығамыз. 180 градуста 30-35 минут пирогымызды пісіреміз. Пирогымыз суығаннан кейін бетіне қант ұнтағын себуге ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Гаухар ас болсын.